Сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер де сіздер менің арнама алғаш рет келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан. Сіздердің алдарыңызда көрініп тұрған нәрсе тоқыма процесі. Қазіргі жасап жатырған бұл жөке тоқу. Жөке бұл екі жіптен, екі тіннен тоқып жатырмын. Бұл жөке менде сіздерге анағырақ көрсетейін. 5 миллиметрлік мінекей. Көріне ме? Так, міне 5 миллиметрлік бізбен тоқылып жатыр. Тоқыма барысында маған өте қатты ұнамаған нәрсе болды. Бұл мына жіптің өте жіңішкелігі. Жіп өте жіңішке, бұрынғы алып жүрген жіптерге қарағанда бұрын жуан болатын, жетеғабыл болатын, қазіргі мынаның екі тініне. Қазір өте жіңішкеріп кеткен, сонысы ұнамай тұрмаған. Соның нәтижесінде мына жердегі жөке тоқып жатырған уақыттағы мына жан-жағындағы жіптері маған өте сирек көрініп тұр. Қалың емес, бұрындар мысалы тоққанда өте қалың болып тұратын еді. Қазір өте жұқа болып тұр, селдір жасалып жатыр. Білмеймін, қазір мүмкін бұны қайтадан тарқатып, бұны 3 тін етіп жасап жіптерге кезек берейік. Мен алғашқы көрсететін жібім мінекей. Жасыл түс, қою, экранда басқаша түс көрініп тұр. Мына кәдімгі изумрудный цветті түс. Бұның қалыңдығы нормаль. Кішкене жуандау мына жіпке қарағанда. Өте әдемі. Мынандай ақшыл жасыл түс. Бұл да солай. Мына жіпке қарағанда жуандау, аз кем болса да, сәбіз түстес, қызғылт сары түс, өте әдемі. Қазір бұның да жуан жіңішкелігін қарап жүрейін. Бұл қыздар өте жіңішке, өте жіңішке екен мінекей. Бірақ түс әдемі. Мен сатып алу барысында осыдан назар аудармаппын. Одан кейінгі түс қою сия түсті түс. Қазір экранға. Мінекейіңіз өте әдемі түс. Бұның жуан жіңішкелігін қарайық. Өте жіңішке. Жалпы мен бұларға қарап отырмын. Көңілім толмай жатыр, бірақ түстер әдемі. Одан кейінгі розовый, алғызыл түс. Мінекейіңіз. Бұл да өте жіңішке. Жалпы бұрын мен тоқыма тоқу барысында, тоқып жүргенде, мен бұларды алып, екі тіннен ешқандай қиналсыз тоқитын едім. Қазір уже жіптердің сапасы нашарлап бара жатыр. Мынау лайым түсте істейді. Жасыл, әдемі түс, өте әдемі түс. Бірақ бұның да жіңішке. Бірақ аналарға қарағанда кішкене жуандау. Мына жіптерге қарағанда, мынаған қарағанда жуандау. Аз кем болсын. Түсі өте әдемі. Одан кейін ақшыл сия түсті. Мінекейіңіз. Бұрын тоқығанда мына жіптер жуан болды да, еш қайналасы тоқитын едік. Енді жалпы келесі тоқыма барысында есімде болады. Мынаны 3 тіннен, бірден 3 тін жасау керек екен. Сонымен қыздар, егерде бүгін менің видеом ұнаса сіздерге, егерде сіздерге бір пайдасы тисе, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока.